Бүгін біз сынымызбен экология және біз деген акция бастағалы отырмыз. Бұл акция арқылы өз отанымызды құрметтеп, өз жерімізді ластанудан қорғауымыз керек. Қазіргі кезде экологиялық білім мен тәрбие беру ең негізгі мақсаттардың бірі. Біз мектеп оқушыларына экологиялық сананы қалыптастыруымыз керек. Біз сыныбымыз бен экологияны сақтау үшін ең бірінші мектеп оқушыларынан бастағанымызды жөн көрдік. Сонымен қатар біз мектепте орнатылған жәшіктердің ішіне пластик, қағаз және тағы басқа қалдықтарды тастауларыңызды сұраймыз. Бастама бағыты бойынша ұсынылатын жобаны Жоңғар алатауындағы өсімдіктер мен жануарларының туралы макетін назарларыңызға ұсынамыз. Жобамыздың мақсаты туған өлкенің жануарлар мен өсімдіктерді қорғау. Сиреп бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер адам қамқорлығына алу. Жоңғар алатауы 2013 жылы 30 сәуірде құрылған. Ауданы 356,22 гектар, ұзындығы 450 км, ені 100-200 км. Жоңғар алатауы өсімдіктерге өте бай өлке болып табылады. Бұл аймаққа өсімдіктер мен жануарларын зерттеуге үлес қосқандардың бірі Колосков 1984 жылы «Флора Джунгарского алатау» атты кітабында 2000-нан астам өсімдіктер түрін сипаттаған. Жоңғар алатауы аумағында өсімдіктердің 76 түрі аймақтық эндем және реликт түрінде кездеседі. 61 түрі Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енген сирек кездесетін өсімдіктері. Бүгінгі таңда парк аумағында Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енген сирек кездесетін өсімдіктер саны 26 түрді құрап отыр. 2020 жылғы тегіндер жұмыстары бойынша Жоңғар алатауы аумағында сүтқоректердің 49 түрі, құстардың 170 түрі, омыртқасыздардың 661 түрі кездеседі. Соның ішінде Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енген сүтқоректілердің 6 түрі, құстардың 13 түрі, омыртқасыздардың 7 түрі енгізілген. Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енген өсімдіктері: Нецветский алмасы, сиверс алмасы, тянь-шань жанаргүлі, алатау бәйшешегі, Виталий шөшгүлі, баймұр секпілгүлі, бұйра лалagүл, мақсыр маралтамыр, мәригүл таушымылдық, қызғылт синзот, қызылтүл зиягүл, витров рауғашы, қысқаталықты қызғалдақ, қысқаталықты қызғалдақ, орамалы шұбаршып. Бұның барлығы Жоңғар алатауында өсетін өсімдіктердің түрлері. Жоңғар алатау аумағында Қызыл кітапқа енген сүтқоректілер: Түркістан сілеусіні, сабаншы, сосын қарғасы, тас сусар, тянь-шань қоңыраюы, тянь-шань арқары. Жоңғар алатаудағы өсімдіктер мен жануарларды қорғау өзімізден басталады. Сіздерді Жоңғар алатауындағы өсімдіктер мен жануарларды қорғауға шақырамыз.